Сәлем достар, әлемдегі ең үлкен сырлардың бірі біздің бұл өмірден өтетін күніміз екені бәріне белгілі. Әлбетте, кез келген адам Алла қалаған күні бұл өмірмен қош айтысады. Бірақ Алланың қалауымен өлім аузынан қалған адамдар бұл өмірде көптеп кездеседі. Бүгін біз сіздермен сондай сәті түсіп, тірі қалған адамдар жайлы білетін боламыз. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. 2010 жылы бір жігіт Ресей көшелерінің бірінде кетіп бара жатқанда, кенеттен оған қарай үлкен жылдамдықпен көлік ұшып келеді. Қуанышқа орай жігіт тез қашып үлгереді. Ал жүргізуші болса, көліктен шығып бір адамды қағып кеттім-ау деп, сол адамды іздей бастайды. 2009 жылы жаяу жүргіншілер өткелінен өтіп бара жатқан адамға көліктер жол беріп тұрғанда, кенеттен автобустың тежегіші істен шығып, жігіттің алдындағы көлікті қағып, оған қарай үлкен жылдамдықпен қозғалады. Жігіт сасқалақтамай тез жүгіріп, соққыдан аман қалады. Қуанышқа орай автобус жолаушылары және жаяу жүргінші аман қалды. 2013 жылы бір кісі жүріп бара жатқан пойызды камерасына түсіріп тұрғанда, арқасында үлкен жылдамдықпен келе жатқан басқа пойызды байқамай қалады. Алла сақтап, пойыз тек ол кісінің киімін ғана жанап өтіп кетеді. Өзінің өлім аузынан аман қалғанын сезген ол тез артқа шегінеді. 2012 жылы қыркүйек айында екі жүк көлігі соқтығысып, көк түсті жүк көлігінің алдыңғы бөлігі түгелдей зақымдалады. Көліктің жүргізушісі қауіпсіздік белдігін тақпағаны себепті алдыңғы терезеден ұшып шығудан аман қалады. Ол орындықтың матасына жабысып, көліктің алдынан жайлап түседі. Осылайша жігіт өлім аузынан аман қалды. 2011 жылы әскери жаттығу уақытында әскерилер өздерінің оқ атудағы шеберліктерін көрсетіп жатқан еді. Кенеттен бір әскери алдындағы жолдасының арқа жағынан атып жібереді. Қуанышқа орай, оқ тек әскеридің басындағы қалпағына ғана тиіп ұшырып жібереді. Егер оқ 1 сантиметр төмен ұшса, арты қайғылы оқиға болар еді. Алланың қалауымен әскери аман қалды. 2013 жылы 3 жаяу жүргінші жолдан өтіп бара жатқан мезетте кенеттен көлік апаты орын алады. Бір көлік жүргіншілер жаққа қарай айналып жылжи бастайды. Қуанышқа орай соққыға 1 сантиметр қалғанда көлік тоқтап, 3 адам да аман қалады. 2014 жылы Ресейдің жолдарының бірінде көлік апаты болады. Апаттан жақын жерде жолдың шетінде тұрған жаяу жүргінші адам сенгісіз өлімнен аман қалады. Қақтығысқан жүк көлігі мен жеңіл көлік екі жаққа кетіп, араларында қалған адаммен жанаспайды. Алла өзі сақтады деген осы шығар. Ал бұл видеоға пікірдің керегі жоқ сияқты. Әрбір істе абай болуымыз керек, себебі екінші мүмкіндік берілмеуі де мүмкін. ...2017 жылы YouTube желісіне жүктелген бұл видеодан мотоцикл жүргізушісі улы жыландардың бірі кобраның тістеуінен аман қалғанын байқаймыз. Ол дер кезінде өзіне секірген жыланды байқап, аяғын тартып қалды. Ал әлемдегі сәті келіп тірі қалған адам осы жігіт шығар. 2012 жылы өз қателігінен сұмдық жол апатына ұшыраған жігіттің көлігінен сау жері қалмаса да, көлік жүргізушісі өзі дін аман қалған болатын. Аллах тағала баршамызды осындай апаттардан сақтасын. Назарларыңызға рахмет. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Себебі сіздердің басқан лайктарыңыз арнамыздың дамуына көптеген үлесін тигізеді. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы.